Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әліппе бірінші сынып 49-шы сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Б дыбысымен әріпі. Балалар, сабақты бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп қоюды ұмытпа. Олай болса, сабағымызды бастайық. 49-шы сабақта осы берілген бетті ашып қойыңыз, осы жердегі суретпен және берілген тапсырмалармен жұмыс жасайтын боламыз. Ең алдымен сабаққа қатысты жұмбақты шешейік. Үш көзді батыр, жол көрсетер батыл. Үш көзі үш түрлі, қызыл, сары, жасыл. Ол не екен, балалар? Ол көшенің бетінде жол қозғалысын бақылап тұратын құрылғы. Әрине балалар, ол бізде балық немесе бағдаршам. Осы екі суреттің жұмбаққа қайсы жауабы сәйкес келеді? Әрине балалар, жұмбақтың жауабы бағдаршам. Себебі оның түсі қызыл, сары, жасыл үш түрлі түсті қамтиды екен. Жолды көрсететін батыл құрылғылардың бірі. Тамаша, олай болса, мына өлеңді бірге айтайық. Бала, бала, балақан, қаны қайсы алақан, саусақтарың айбат, бұлай ойнат. Өлеңде қандай әріп көп кездеседі? Әрине балалар, Б әріпі көп кездеседі. Ал Б қандай дыбыс? Бұл дауыссыз дыбыс. Себебі бұл дыбысты айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында түрлі кедергі ұшырап, ауа қысылып шығады. Сол себепті де бұл әліппеде көк түспен таңбаланады. Өзің Б дыбысын ермексаздан жасап көр және Б дыбысының жазылу жолын есіңде сақта. Мына сурет бойынша жұмыс жасайық. Балалар, мына суретте не бейнеленген? Бұл суретке қандай әңгіме құрастыруға болады? Мысалы, мен мынадай қысқаша әңгіме құрастырдым. Назар аудар. Болат пен Бота атасына ауылға барды. Олар ауылда атасына әрдайым көмектеседі. Болат бұзауға су берді, Бота лақты сүтпен тамақтандырды. Ал олардың досы Бағлан Ботақанға жем берді. Атасы балаларға риза болды деп құрастыруға болады. Ал сен осы сурет бойынша қандай әңгіме құрастырар едің? Өз ойыңмен бөліс. Ал балалар, сендер осы суретте кездескен бота және бұзау туралы не білесіңдер? Олар қай жануарлардың төлі еді? Олай болса, келесі видеоға қарайық. Балалар, бота ол түйенің төлі, бота немесе ботақан деп атайды. Түйе бізде өте шөлге, ыстыққа төзімді жануардың бірі, және ол көп жүктерді көтере алады. Бұрынғы кезде адамдар көліктің орнына осы түйені пайдаланған. Ол үстіне үлкен жүктерді тасуға көмектескен. Келесі ол бізде сиырдың төлі бұзау. Сиырды біз үй жануары ретінде ұстаймыз, яғни ол бізге сүт береді. Бұл бұзау осы сиырдың төлі болып табылады. Олай болса, балалар, Б дыбысынан басталатын суреттерге назар аударайық, оларды атайық. Бірінші бізде бақа Б дыбысынан басталады. Балмұздақ Б дыбысынан басталады. Балта Б дыбысынан басталады. Балға Б дыбысынан басталады. Банан Б дыбысынан басталады. Барабан және баялды. Бұл бізде көкөніс. Балалар, осы суреттер бойынша өзің сөйлемдер құрастырып көр. Қандай сөйлем құрастыруға болады? Мысалы, мен мына екі суретке сөйлем құрастырайын. Бірінші суретте бізде балықтар, балықтар суда өмір сүреді деп айтуға болады. Екінші суретте бізде бағдаршам. Бағдаршам жол жүру ережесін бақылайды деп сөйлем құрастыруға болады. Келесі балалар, әліппемен жұмыс жасайық, бірге мына сөздерді оқиық. Бал, бала, баба, бата, бота, болат, арба, дорба. Осы сөздерді бірнеше рет оқып дағдылар. Мына өлеңді жатта. Бата берер атам бар, нар болатын ботам бар. Яғни, бізге батаны кім береді? Әрине, ата береді. Сол туралы жазылған екен, нар болатын ботам бар дейді. Бота деген жаңа айттық, түйенің төлі, яғни, ең алдымен нар болады, содан кейін барып түйе болады. Яғни, бота болады, яғни, ол түйенің жасын айтады. Нар, бота деп айтып отырады екен. Мына суретте балалар не жасырынған? Бірінші суретте бізде тас, екінші суретте бақа, яғни бізде тас, бақа деген сөз шығады.
Бұл жерде б дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Балалар, б дыбысы сөздің басында да, сөздің ортасында да, сөздің соңғы буынында да кездесетін. Есіңде сақта. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Келесі кездескенше сау бол.